Төл теңгенің тарихы. Қазақ даласындағы ақшаның тарихы еңбек өнімінің даму нәтижесінде пайда болды. Адамдар мен тайпалар арасындағы есеп айырысу бір затты екінші өнімге айырбастау арқылы жүзеге асты. Түрік қағанаты дәуірінде алғаш металл, алтын, күміс, мыс монеталар пайда болды. Ішкі және сыртқы сауда дамыды. Қазақ даласында Сырдария, Отырар, Испиджат, Тараз, Жетісуда монета шығаратын шеберханалар пайда болды. Қазақстан патшалық Ресей құрамына қосылғаннан кейін 1731-1798 жылдары орыс ақшалары, мыс копейкалары еніп, сауда орыс ақшасымен жүргізілді. Кеңес одағы орнаған соң, қазақ халқы рубльдің аймағына көшті. 1991 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін жариялады. 1993 жылы ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойылды. Ұлттық валютаны дайындауға танымал дизайнерлер қатысты. Және алғашында банкноттарға қазақтың ұлы тұлғалары бейнеленді. Теңге Ұлыбританияда басылды және банкноттар бір апта ішінде елге жеткізілді. Төл теңге тұңғыш 1993 жылдың 15 қарашасында таңғы сағат 8:00-де айналымға шықты. 1993 жылы қабылданған Конституцияға сай ұлттық банк, банктер туралы және валюталық реттеу туралы заң қабылданды. Ал 15 қараша теңге күні қаржыгерлер мерекесі болып бекітілді. Қазақстанның ұлттық валютасына 30 жыл.